Сәлем достар, 4-ші 90 тжбысы, екінші нұсқаны талдаймыз. Нұсқада мынандай 9 есеп болады, дайын болсаңдар, бастайық. Шамасы 180 градусқа тең болатын бұрыш қалай аталады? 180 градусқа тең болатын бұрыш ол жазыңқы бұрыш. Доғал бұрыш ол 180 градустан кіші, бірақ 90-дан үлкен. Сүйір бұрыш ол 90 градустан кіші. Мынандай болады сүйір бұрыш. Тік бұрыш ол мынандай болады 90 градусқа тең. Доғал бұрыш 90 градустан үлкен, 180-нен кіші. Ал жазыңқы ол мына 180 градусқа тең естерінде болса, міне ол мына 180 градусқа тең. Жауап Д болады. Кубтың жазбасы берілген жазбаға сәйкес келетін кубты анықтаңыз. Бұл жерде жауап А бола алмайды. Өйткені мынаны байқасаңдар, мысалы мынаны 1 деп қоятын болсақ, олар қарама-қарсы жату керек бізде. Міне мына есептегідей қазір міне көрінер ме? Міне осыған келеміз біздер. Осындай қарама-қарсы жату керек. Сондықтан А бола алмайды. Міне Б да бола алмайды. Жаңа айттық бізде қарама-қарсы жату керек мына боялған жақтары. С да бола алмайды, себебі мынаны сендер қазір қарасаңдар А, Б, С, Д деп белгілеп қоямыз. Сосын олардың барлығын біздер жинаған кезде қарайтын болсақ, ол былай орналасады. Мысалы А үстінде болатын болса, Б, С астында болады, Д мына сол жақтан болады, мына астынан болады. Осылай орналасатын болады. Ал үшеуде, мысалы мына бір жақта орналаса алмайды, мына боялмаған жақтардың барлығы. Сондықтан С да бола алмайды, жауап Д болады. 34% бөлшек түрінде жазыңыз. 34% бөлшек түрінде жазыңыз. Бұл былай болады. Пайызды бөлшек түрінде жазу үшін біздер 100-ге бөлеміз, болды. Осылай қалдырсаңдар да болады, немесе қысқартып қойсаңдар да болады. Мынаны 2-ге қысқартатын болсақ, 50-ден 37 болады. Міне осылай қалдырасыңдар, ары қарай қысқармайды. Егер шеңбер диаметрі 16 см болса, онда оның радиусы неше сантиметрге тең? Диаметр радиус табу үшін біздер диаметрді 2-ге бөлеміз. Д әрпімен белгілейміз 16 см. Радиус тең дейсіңдер, 16-ны 2-ге бөлесіңдер, ол 8 сантиметрге тең болады. Естеріңе салып кетейін, шеңбер берілсе, центрінен өтетін түзу, ол диаметр болады. Ал радиус осы диаметрдің жартысы. Сонда мына 16-ға тең болса, радиус 8-ге тең болады. Есеп не осылай шығады. Екінші санның 40%-ын құрайтын бірінші сан 1,6-ға тең. Бірінші мен екінші санның көбейтісін табыңыз. Бірінші сан 1,6-ға тең. Ол екінші санның 40%-ын құрайды. Онда оны 40% дейміз. Ал екінші санның өзі бізде онда 100% болады ғой. Сондықтан оны тауып алайық алдымен. Сонда пайызды пайыздың астына жазасыңдар, санды санның астына жазасыңдар. Сөйтіп x тең дейміз де, мынандай есеп шығарамыз қазір. Мына 16-ны үнемі қарама-қарсы астында қарама-қарсы тұрған санға көбейтеміз. 1,6 көбейтілген 100 дейсіңдер де, сосын оны 40-қа бөлесіңдер. Мына нөлдерді қысқарып тастаймыз. 10-ды 1,6-ға көбейтсек, ол 16-ға тең болады. 10-ны 4-ке бөлеміз, сонда жауап 4-ке тең болады. Сонда бірінші санымыз бізде 1,6-ға тең, екінші санымыз 4-ке тең. Ал бізге бірінші мен екінші санның көбейтісін табыңыз дейді. Онда 4 көбейтілген 1,6, ол тең болады 6,4. Болды, есеп осылай шығады. Ұзындығы 30 метр жіпті 2 бөлікке бөлді. Бірінші бөліктің ұзындығы барлық жіп ұзындығының 30%-ын құрайды. Екінші бөліктің ұзындығын табыңыз. Оны былай жасайық. Барлық жіптің ұзындығы 30 метр. Ол 100%. Осылай жазып қойдық. Енді бірінші бөліктің ұзындығы барлық жіп ұзындығының 30%. Онда біздер 30%-ын табылайық. Сөйтіп бірінші бөлікті табамыз. Неше метр екенін білмейміз, алдыңғы есептегідей жазамыз. X тең дейміз де, 30-ға 30-ды көбейтеміз. Сөйтіп 100-ге бөлеміз. Сонда 900 бөлінген 100 болады, ол 9 метр болады. Сонда бірінші бөлігі, мен мына жерге жазбайын, бірінші бөлік 9 метр болады, ал екінші бөлік 30 метр азайтылған 9 метр, ол 21 метр болады. Ал енді екінші бөліктің ұзындығын табыңыз дейді, біздер екінші бөлікті таптық, ол 21 метр болады. Жауабы 21 метр деп қоясыңдар. Келесі, диаграммада сынып лидерлерінің таңдау нәтижелері көрсетілген. Келесі сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Жанар 10%, Дамир білмейміз, Рауан 14, Дәулет 15, Алия 24, Диана 26. Бірінші, Дамирдің дауысы жинаған пайызын табыңыз дейді. Дамирдікі сұрақ. Енді бұның барлығы 100% деп есептейсіңдер мынаның барлығын. 100% болатын болса, Диана мен Алиянікі 50%, Дәулет пен Рауандікі 30% болып тұр, Жанардікі 10%. Онда Дамирға қанша қалып тұр? Соны табайық. Дамирға 10% қалады. Себебі сендер барлығын қосасыңдар да, мысалы, А тапсырмасы дейсіңдер, 100 азайтылған барлығын қосындысын жерге қосып азайта аласыңдар.
Мына жерде 90 шығады, 90% бәрін қоссаңдар. Сонда дамирдікі 10% болады. Келесі Б. Таңдауда кім жеңді дейді. Енді кім көп жинаған? Ол Диана. Мысалы, жерге Диана деп қоясыңдар. Соңғы сұрақ, қай екі кандидаттың дауыстарын қосылса, барлық жиналған дауыстардың қосылысының жарысына тең. Енді барлығы 100% деп айттық қой, оның жартысы біздер 2-ге бөлеміз 50%. Сонда қай екі кандидаттың дауысының қосындысы 50-ге тең. Мына жерде Диана мен Алянка. Екеуін қоссақ, 26-ға 24-ті қоссақ, 50-ге тең болады. Сондықтан С-ға сендер бүйтіп жазасыңдар, Диана, сосын Алия дейсіңдер. Егер АОБ бұрышы БОЦ бұрышынан 40 градус артық болып, ал АОЦ жазыңқы бұрыш болса, АОБ БОЦ бұрышынан табыңыз, чертежін салыңыз. Мына былай салып алайықшы бірден. Мына жазыңқы бұрыш бізде. АОЦ жазыңқы бұрыш. АОБ және БОЦ бұрыштарын табыңыз дейді. Мына жерге Б-ны жазамыз. Мына бұрыш, мысалы, біздер білмейміз оны X дейміз, мына бұрыш одан 40-қа артық. Онда X қосылған 40 дейміз. 40 градус. Мына жазылған бірінші сөйлем. Егер АОБ БОЦ-дан бұрышынан 40 градус артық болса дейді. Онда екеуінің қосындысы бізде 180-ге тең. Жазыңқы бұрыш 180 градусқа тең ғой. Мына 180 градусқа тең. Осы теңдеу пайда болады. 2х тең дейміз. 40 градус мұнда өткізсек, ол 180 азайтылған 40, 140 градус болады. Сөйтіп екі жағында 2-ге бөлсек 70 градус болады. Сонда не болды? Онда былай болды. АОБ бұрышы, сосын БОЦ бұрышы. БОЦ бұрышын біздер таптық. X 70 қой. 70 градус. БОЦ одан 40-қа артық, 110 градус болады. Екеуін қосқанда 180, бәрі дұрыс. Кестеде математика пәнінен емтихан тапсырған оқушылардың нәтижелері көрсетілген. Емтихан қанша оқушы тапсырды? Кестеде мәліметтер бойынша бағаның диаграмма құрыңыз. Енді бірінші сұраққа жауап беру үшін емтихан қанша оқушы тапсырды? Оқушылардың саны деп өзі айтып тұр. Онда сендер қосып шығасыңдар барлығын. 7, 3 қосу 4, 7, 12 қосамыз 19, 19-ға 15-ті қосамыз 34, 34-ке 8-ді қосамыз 42, 42-ке 3, 45, 50 оқушы. Осы бәрін қосса 50 оқушы дейсіңдер. Б енді диаграмма құрамыз біздер. Қандай диаграмма құрамыз? Мына жерге оқушылар дейміз. Ана жерге есептердің саны дейміз. Есеп деп қысқаша жазып қояйын. Так, сонда мына жерге 1 есеп шығарған, 2 есеп шығарған, есептердің саны 4 есеп, 5 есеп, 6 есеп деп қояйық. Мына 0 әрине ешкім шығармаған. Сосын мына жерге біздер 2 оқушы, 4 оқушы, 6 оқушы, 8, 10 дейміз, 12 дейміз, 14 дейміз, 16. Бұл оқушылардың саны. Кім қанша есеп шығарды? Қазір соны анықтап аламыз. Енді мүлдем 0 есеп шығарған оқушылардың саны 3. Онда біздер 3-ті белгілейміз мына жерде. 4 пен 2-ның арасы 3. Осылай белгілейміз. 1 есеп шығарған оқушылардың саны 4. 1 есеп шығарған оқушылардың саны 4. Онда 4-ті белгілейміз мына жерде. Осылай болады. Сосын 2 есеп шығарған оқушылардың саны 12. 12 мына жерде бізде. 2 есеп шығарғандар болар. Кезекте 3 есеп шығарған оқушылардың саны 15. Міне 14 пен 16-ның ортасы міне. Осылай аламыз да міне, көрдіңдер ме? Мына осылай белгілеп қоясыңдар. 4 есеп шығарған оқушылардың саны 8. Міне мынандай болады. 5 есеп шығарған оқушылардың саны 3. Сосын 6 есеп шығарған оқушылардың саны 5. Міне осылай диаграмма саласыңдар. Сонымен каналға тіркеліп, лайк басып, сұрақтарың болса комментарийға қалдырып кетіңдер.